Кака радиаллаху анху деген сахаба болған. Кака радиаллаху. Прикол болған, прикол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам каканы көрсе күлетін болған бәрі. Шақырады сосын. Шақырады, отырғыз, сен Османды қалай сатып жібердің, соны айтшы дейді. Османды қалай. Бір күні бір жерге сапарға жібереді. Сапарға келе жатады. Хазіреті Абу Бәкір, Хазіреті Османға былай дейді: сен мына жерді басшығы болып қаласың. Тамақ аз, қиыншылық туында дефицит болып қалуы мүмкін. Біз келмейінше тамақ жемеңдер дейді. Келгеннен кейін кішкентайдан бөлісіп жейміз. А то былай қазір жалпыға бөлмесең, барғанша тамақ жетпей қалуы мүмкін. Осман жақсы дейді, тамақтың басында отырады. Күтіп жатыр енді, ана переговордан келгенше. Сосын кака келеді, қарны ашты, жейікші дейді. Айтады, тұра тұр, болмайды. 2 келеді, 3 келеді, аналар да келіп болмай жатыр. Қараса керуен кетіп жатады. Сосын керуенге барады, айтады: жігіттер, менде жақсы құл бар, аласыңдар. Қандай құл? Мына серьезный, таза өзі. Бір ғана минусы бар дейді. Не минус? Мен азатпын дей береді дейді. Барып сатып алдық, ке құлсың десе, мен құл емес, мен азат, қайда құл деп. Единственный минусы болса, өзі құл болса да өзін азат адам сияқты сезініп жүреді. Сондай бір. Бірақ енді бас бәрі. Қанша дейді, нормально сендер сатып жүреді. Сосын келеді, әне жүр дейді, бар алдыдар дейді. Келеді, келсе, қаптың басында отырады, тамақтың басында, керуеннің басында. Сосын келеді, айтады: біз сені сатып алдық хозяиныңнан дейді. Хазірет Осман түсінбейді. Осман да ойнайтын адам емес, түсінесің ғой, Осман бай серьезный. Біз сені сатып алдық дейді. Сосын айтады: қалай сатып аласың, мен деген азат адам емеспін бе дейді. Иә, сіздің минусыңызды да білеміз дейді. Сөйтеді да қол аяғын қайрады да түйеге ағып кетті. Кака радиаллаху жейді тамақты отыр. Хазіреті Абу Бәкір келеді, келсе, Осман қайда? Білмейді дейді. Жүреді осы жерде жоқ. Ана қасындағылар айтып қояды: анау сатып жіберді, атып кетті. Абу Бәкір адам жіберіп, ақшасын қайтып беріп, Осман кейінгі сатып алды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам естіген кезде бұны, каканы көрген сайын Османды қалай сатып бердің айтшы. Ешқашан сен наға бүйттің, әрбір сахаба пайғамбарымыз әрқайсысына отдельно подход.